Біздің алдымызда мұсылмандар үшін ұлы, өте ерекше, қасиетті маусым келе жатыр. Ол қажылық маусымы. Алла тағаланың үйін, Алла тағаланың Каабасын, қасиетті жер Меккені зиярат ету құлшылығы. Барып, сол жерде міндетті атқару, парызды орындау маусымы келе жатыр. Алла тағала баршамызға осы маусымды мұбарак қылсын. Осы маусымда қажылыққа, өзінің Алла тағаланың үйін зиярат етуге ниет қылған, мақсат тұтқан, сапарға шығуды жоспарлап отырған бауырларымызға, жамағаттың барлығына да Алла күш қуат беріп, қажылықтары, зияраттары қабыл болған, күнәлары кешірілген, және Аллаға одан сайын жақындаған халде баршасының аман есен елдеріне оралуларын нәсіп етсін. Неге бұл сондай ерекше маусым? Алла тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: Астаизу биллахи минаш шайтанир раджим. Валиллахи алан наси хиджул байти ман истата'a илейхи сабила. Садақаллахул азим. Яғни Алла тағаланың ақысы адамдардың мойнында. Яғни біздің мойнымыздағы Алла тағала жүктеген парыз. Хиджул байти. Үйді қажылық ету. Мақсатты түрде барып, зиярат жасау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шариғатында көрсетіп берген, үйреткен белгілі амалдарды, рәсімдерді орындау кімнің шамасы жетсе, сол сапарға шығуға кімнің мүмкіндігі болса, соған парыз болды. Соның мойнындағы, Алланың алдындағы міндеті деп Алла тағала осылай Құранда бізге баяндаған. Сондықтан бұл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мұсылмандар үшін бұл аятты қабылдап алған күннен бастап мұсылмандар үшін өмірде бір рет міндетті болған амал, міндетті болған сапар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Хазіреті Умар радиаллаху анху риуаят еткен хадисте айтады: Буниял исламу аля хамс. Бұл хадисті біз әрдайым айтамыз. Ислам 5 тірекке тұрғызылған, орнатылған дейді. 5 тірекке. Соның соңғысы, алдыңғыларын әрдайым айтып жүрміз, бұл хиджул байти ман истата'a илейхи сабила. Яғни Алланың үйін зиярат етіп қажылыққа бару кімнің оған мүмкіндігі болса, шамасы жетсе дейді. Демек, Алла тағала аятта міндеттеді, соның негізінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бүкіл мұсылмандар ғасырлардан ғасырлар мойындап, сенімді болған және қабылдаған мұсылмандар хадисте айтып жатыр 5 парыздың бірі дейді. Бірақ адам баласына өмірінде бір рет орындау міндетті болатын парыз. Міне, осындай маусым, осындай құлшылықтың уақыты алдымызда келе жатыр. Әл-хаджу әшхурун ма'лумат. Әл-хаджу әшхурун ма'лумат. Қажылық ол белгілі бір уақыттарда міндетті болған, уақыты белгілі болған құлшылық, уақыты белгілі болған зиярат дейді. Фәмән фарада фихиннәл хаджа фәлә рафаса вәлә фусуқа вәлә жидаля фил хадж.
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Кімде-кім сол қажылық маусымында, сол Алла тағала бекіткен уақытта, Ханафи мазхабы бойынша Зүл-Хиджа айының 1-ші күнінен бастап, сол Құрбан айттың күніне дейінгі уақыт, міне осы уақытта кім өзіне қажылық жасаймын деп ниет қылып міндеттейтін болса, сол жылы жоспарлайтын болса, онда фәлә рафаса, әйелдеріне жақындамасын, және пасықтық жасамасын, адамдармен дауласып төбелеспесін. Солай нәпсісін ұстап, тәрбиелеп жүрсін ихрамда. Харам іске бармасын. Қандай да бір сендер жақсылықты жасайтын болсаңдар, Алла тағала бәрін біледі. Алла тағала біздің жасаған жақсылығымыз ғана емес, жүрегімізде, жан дүниемізде нені түйіп жүрміз? Қандай оймен қазір біз отырмыз? Нені ниет қылып отырмыз? Біреуіміз ақиретті ойлап отырмыз. Біреуіміз қап осындай бір саудам бар еді, осындай бір менің алда сделкам бар еді, немесе бала шағам не болды екен деп, әркім әртүрлі нәрсені ойлап отыруы мүмкін. Сол ойдың барлығында Алла тағала біледі. Иннаху алимун бидати судур. Алла тағала көкейлерде не жатыр, оның барлығын білетін біздің Раббымыз. Айтады, сендер не жасасаңдар да, қажылыққа барған уақытта қажылықтың амалдарын дұрыс орындайсыңдар ма? Әлде пасықтық жасап, арасында біраз харам нәрселерді ихрамда жүріп жасап қойдыңдар ма? Алла тағала барлығын біледі. Және сендер қажылық сапарына шыққан уақытта өздеріңді дайындаңдар жолға. Жолға қамданыңдар.